ол фиал. Жалпы етістіктер екіге бөлінеді: дұрыс етістіктер және бұрыс етістіктер болды. Аф'аль сахиха, аф'аль муътал. Сахих деген дұрыс, муътал бұрыс болды. Ал енді шақтарына келетін болсақ, өткен шақ, келер шақ, осы шақ, мына осы шақ, осыларға келетін болсақ, онда ол жалпы үш топқа бөлінеді. Мады, араб тілінде мады деп айтылады, өткен шақты. Хәл, дәл осы шақты айтамыз. Мустақбал, келер шақ. Яғни мустақбалдың алдырмасы келер, болашақ деген мағынаны береді. Дұрыс және бұрыс етістіктердің өзі үш әріпті және төрт әріпті болып үлкен екі топқа бөлінеді тағы да. Сонымен дұрыс етістіктер, яғни дұрыс етістіктер ол қандай етістіктер дейтін болсақ, егер сол етістіктің құрамында мәд әріптері деп те айтады бұны, және әлсіз әріптер деп айтылады. Осы мәд әріптер алиф, вау, яй әріптер құрамында болмаса, онда ол дұрыс етістік болып табылады. Осы дұрыс етістіктің өзі өзара тағы да үшке бөлінеді. Яғни осы құрамында алиф, ваудың болмауына байланысты. Ол былай, нақ дұрыс етістік ол яғни сәлим, сәлим, шараха, сәтәна, шараха деген түсіндірді, сәкәна өмір сүрді, амиля жұмыс істеді. Бұл жерде шараха деген шараха, яғни құрамында алиф жоқ, вау жоқ, яй жоқ. Көріп тұрсың? Яғни сонда бұл дұрыс етістік екен. Ал егер де осы жерде мысалы шуриха немесе ши деген сондай сияқты шыдан кейін алиф немесе ш әрпінен кейін вау, яй әріптер келгенде еді, бұл дұрыс емес етістік болып табылушы еді. Яғни бұл етістіктер тек қана ш, р, х әріптерден құралғандықтан, құрамында алиф, вау, яйдың болмағандықтан, бұлар дұрыс етістік болып табылады. Дұрыс етістік. Енді келесі дұрыс етістігіміз олар махмуз. Аударатын болсақ, хамзалы болып аударылады. Махмуз, яғни хамза. Бұл етістіктің құрамында хамза болатын болса, онда да бұл дұрыс етістік, бірақ хамзалы етістік деп аталады. Мысалы үшін ахаза, сәәлә, ахаза деген алды деген мағына береді. Сәәлә сұрады деген. Мәләә толтырды. Келесі дұрыс етістігіміз, яғни ол мудааф. Мудаафтың аудармасы қосарланған деген мағынаны береді. Яғни жаңағы дұрыс етістік деп айттық қой, ол фа'аля, етістік фи'ал деп аударылады. Яғни соның ләм және айн әріптерінің орнында бірдей бір ғана әріп тұратын болса, осы мудааф дейді. Яғни негізі үш әріптен құралады дедік, фа'аля немесе шараха. Енді осы жердегі ш-р, мынау х келген жоқ, яғни жүздегі р әріпі, ортасында тұрған әріп екі есе қосарланатын болса, шарра деген сияқты. Онда осы бұл мудааф болып табылады. Бұл жерде, мысалы үшін, дәллә. Бұл жерде екі әріптен ғана құралып тұр. Яғни үшінші әріпіміздің орнын ләм әріпі қосарлануымен ол соның орнын атқарып тұр. Дәллә көрсетті. Доллә, яғни адасты. Осы жерде осы етістікті алған себебім араб тілін шығару, әріптерді шығаруда мұқият болыңыздар. Себебі, яғни сіз доны шығармай бәрін дәллә дей берсеңіз, онда көрсетті деп аударылады. Ал енді доллә ол адасты. Мысалы, әмәлә үміттенді, ал әмәлә айменен ол жұмыс істеді деген екеуінің мағынасы екі түрлі. Бірақ көп адамдар айнға тілі келмей бәрін әмәлә деп береді, ол әмәләнің мағынасы үміт ету. Дұрыс етістіктер тақырыбымызды осы мудаафпен аяқтайық. Келесі сабақта біз дұрыс емес етістіктерді талқылайтын боламыз.